Алматы облысының орталығы Талдықорғанда білім, бизнес, кәсіп тақырыбында бірінші халықаралық форум өтті. Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Германия мен Қытай елінің мамандары бас қосқан жиында бүгінгі заман талабына сай кәсіби маман даярлау мәселелері жан-жақты талқыланды. Елімізде алғаш рет ұйымдастырылып жатқан бірінші халықаралық білім, бизнес, кәсіп форумына 200-ден астам кәсіпкерлік нысаны мен жоғары және арнаулы оқу орындарының басшылары қатысты. Олар өндіріске заман талабына сай білікті білімді маман даярлау мәселесі бойынша бір-бірімен пікір алысты. Өйткені бизнес айтады, бізге бұндай маман керек жоқ. Керекті бүгін заманына сай бізде кадр жоқ деп тұрады. Соның жою үшін, соның мақсатына жету үшін осындай алаң керек болды. Бүгінгі форумның мақсаты жұмыс беруші мен оқу орындарының арасында осындай ашық сұхбат алаңын қалыптастыру. Сондай-ақ бұл іске шетелдік мамандарды тартып отырып, еңбек нарығын білікті кадрлармен қамту жұмысын үйлестіруді дұрыс жолға қою. Себебі оқуын енді бітіріп жұмысқа орналасқан түлектер ірі кәсіпорындардағы заманауи қондырғылардың тілін түсінбейді. Германияда қашықтан оқыту жүйесі жылдар бойы қалыптасты. Ал дуальды оқытудың Қазақстанға келгеніне 4 жыл болды. Сондықтан біздің бұл салада жиған тәжірибеміз жеткілікті. Сіздерге барынша қолдау көрсетуге әзірміз. Қазақстанда фармацевтика, өндіріс саласы мен агроөнеркәсіптік кешенге қажетті білікті мамандар тапшы. Форумның қорытындысы бойынша аталған түйткілдерді шешуге бағытталған ұсынымдар жасалып, арнайы қарар қабылданды. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, Хабар 24.